Бес жарық. Ассаламу алейкум қыздар. Дыбыс қалай? Техникалық жағын барлығын тексеріп алайық сіздермен бірге. Біз дайынбыз, сіздер ақпаратты қабылдауға дайынсыздар ма? Так, қыздар қосылып алсын, кішкене. Оған дейін амандаса тұрайық. Қосылған қыздар, жақсылап тұрып ниетімізді түзейік. Ниетімізді жаңартайық тағы да бір рет. Бисмилля, Алла тағалаға барша мадақтар болсын, мақтаулар болсын. Бүгін сіздер мен біздердің осылай жолықтырып, түйістіріп, осы білімдерді алуға нәсіп еткен. Жақсылап тұрып ниеттеріңізді жаңартыңыздар, қыздар. Өйткені Алла тағала уәде еткенде әрбірімізге ниетімізге қарай береді. Яғни осы эфирдің соңында кім қандай ниетпен келді, пайдалы ақпарат алу үшін деген жақсы ниетімізді жасайтын болсақ, жалпы өзіміздің әйелге қажетті, өзімізді дамытуға қажетті ақпаратты алу үшін деп ниеттеніп келетін болсақ, ол не? Яғни Алла тағала да айтады, бізге әрдайым білім алыңдар. Қытайға барсаң да білім ал деген Пайғамбар саллаллаху хадистері бар. Сондықтан соған амал етемін деп ниеттенсек, иншалла, осы сіздермен бірге өткізген уақытымызды Алла бізге ниетімізге қарай құлшылық іспетті жазады екен. Сондықтан да жақсылап тұрып ниетіңізді жаңартыңыздар, бисмиллямен бастаңыздар, әрқайсыңыз өздеріңіздің настройларыңызды дұрыстаңыздар және керемет ақпараттарға миларыңызды, ойларыңыздың барлығын ашыңыздар. Өйткені әдейі осы уақытқа қойдық, әйел адамдары барлығы жұмыстан келетіні келіп, үйге жиналып, барлығына тамағын беріп, жайластырып, бала шаған бәріне реттеп алғаннан кейін бір сәт өзіне көңіл бөлуге уақыты болады ау деген осы мезгілді таңдап отырмыз. Так, дауыс жай шығып тұр дейді. Дауыс дейді, нашар көрсетіп тұр дейді, бір жөндеп алу сияқты. Не жоқ? Неге тұрып қалма дедік та? Так, қыздар, барлығы дұрыс болуы үшін, техникалық ешқандай ақау туындамасы үшін не істейміз? Біз лайк баспаймыз. Ну да, лучше стало. Перестали. Лайк баспаймыз, қыздар, өйткені қатып қалады, бір-бірімізге өзіміз зиян келтіріп аламыз. Сондықтан жақсылап тұрып ниетті жасаймыз, сөйтеміз де, әлі де қосылам деген қыздарды сәл-сәл күтеміз, ақпараттың барлығын бастан бастап алатын болсын. Иншалла, эфирді сақталатын, сақталмайтынына қыздар біз кепілдік бере алмаймыз. Кейде қанша рет болған сондай жағдай, Инстаграм сақтамай қояды. Сондықтан да барынша біз енді сіздерге ыңғайланып шығып отырмыз ғой, осы уақытта әйел адамдардың көбірек біздің опрос бойынша, осы уақытқа дейінгі жүргізген зерттеулеріміз бойынша қыздардың көпшілігіне ыңғайлы осы кешкі 9. Сондықтан барынша қазір менімен бірге дәл осы жерде көруге тырысыңыздар, қыздар. Тамаша естіліп тұр дейді. Альхамдулилля, олай болса кеттік. Ниетімізді жаңарттық қой, қыздар, Қазір ақпаратты бермес бұрын, бүгінгі біздің тақырыбымыз проблемасыз әйел деп алдық. Жалпы проблемасыз әйел дегенді ең бірінші сіздерде кішкене қосылыңыздар, талқылауға қосылыңыздар. Сондықтан да жаңағыдай сіздерге сұрақ, проблемасыз әйел деген қандай әйел сіздерше? Сіздердің жауаптарыңызды күтемін. Қатып жатқан қыздар енді өздеріңіздің интернеттің жылдамдығына да байланысты болуы мүмкін, және сіздер лайк баспаңыздар. Әлі лайкты өкіртіп атырсыздар, қыздар. Түсінем, рахмет, комплимент ретінде қабылдаймын. Бірақ техникалық ақау тудырмас үшін баспайық, Бізде 8 дейді сағат. Идеал әйел деген. Идеал әйел бола ма, қыздар, сіздерше? Эфирді сақтай аласыздар ма, өтініш дейді. Білмеймін, қыздар, айта алмайым, сақталмай қалуы да мүмкін. Мінсіз әйел дейді. Тағы да сүйікті әйел дейді. Жүрегіне тыныштық орнаған әйел дейді. Керемет жауап. Шында да жүрегіне тыныштық орнаған әйел, шында да. Жақсы жауап. Дені сау, бала шағасы аман дейді. Өте дұрыс. Бақытты әйел, проблемасыз әйел. Бақытты әйел дегеніміздің өзі кім? Өте көңілді жүрген әйел. Әйел қай кезде көңілді жүреді, қыздар? Ол да сұрақ. Бала шағаның амандығы дейді. Тек қана сол ма?
бала шаға аман болса болды, проблема жоқ бола ма қыздар? Арып, Үйі, ақшасы, жұмысы, баласы, күйеуі бар әйелді айта аламын дейді. Басқа еш нәрсесі кірмей ма қыздар бұл тізімге? Күйеуімнің разылығына, ақшаның разылығына, Алланың разылығына ие болған жүрегі тыныш әйел дейді. Уайымы жоқ дейді. Уайым қай кезде жоқ болады? Ойын санасын өзгерту. Қыздар, сіздердің жазуларыңыз менің киімімнің әсерінен оқылмай жатыр, я? Ақ болғаннан кейін. Күйеуі разы болған әйел дейді олар. Проблема, тек... Өзін тапқан әйел. Ал енді қыздар, қазір мен комментарийді өшіремін. Қосылған қыздар қосыла жатар эфирге, тағы да неге жіберіңіздер, я? Ана сұрақ белгісі бар ғой. Ал, қыздар, сол жаққа шығарып қояйық. Негізі қыздар, қараңыздаршы, жаңағы берген жауаптарыңызда тізімде жазып жатырсыздар, айтып жатырсыздар, я? Ең бастысы әйелге не керек қыздар? Жүрек тыныштығы, басқа нәрсе барлығы қай кезде болады? Әйел адамның дені сау кезде болады. Проблемасыз әйел деген дені сау әйел бірінші орында. Солай емес па, я? Сен мысалға да денсаулығың жоқ өзіңнің. Бірақ енді бала шағаң, күйеуің болғанымен де сен толыққанды бола аласың ба? Толыққанды бақытты, проблемасыз бола аласың ба? Жалпы саған басқа бір нығметтер керек па, егер сенің денсаулығың болмаса? Ал енді сенде бәрі жақсы вроде бы, да? Денсаулығың болмай тұратын болса, еш нәрсенің маңызы жоқ, я, ол кезде. Яғни ол үлкен аманат. Және тағы да не? Біз жауаптардан ақ білуге болады, я? Біз қаншалықты өзімізді бағалаймыз, қаншалықты өзімізді қай орынға қоямыз. Ол әйел адамның, қазақ әйелінің сондай бір образы қалыптасып кеткенде, бұрыннан бізге айтып, қазақ әйелі, идеалды қазақ әйелі қандай деген кезде, ол жаңағыдай бала шаға үшін өмір сүретін, күйеу үшін өмір сүретін, туыс үшін өмір сүретін, өзін ең соңғы орынға қойған, өзі әрең ілініп салынып жүрсе де басқаларды ойлайтын әйелді біздің көзімізге идеал әйел етіп орналастырған, я? Ал шын мәнінде ондай ішкі жарада, ондай өзін жертва санаған әйелде қаншалықты толыққандылық болады, қаншалықты өзін керемет проблемасыз деп санай алады, я? Оның жан жағында солай болғанымен ішінде үлкен көп проблема болуы мүмкін. Сондықтан қыздар, ең бірінші бізде проблемасыз бақытты әйел дегеніміз ол дені сау әйел. Денсаулығың болса, сен барлық нығметті көре аласың, барлық нығметке шүкір ете аласың, барлығымен қарым-қатынасың дұрыстай аласың, бала шағаңа да рахатын көре аласың, я? Мысалға, осындай жағдайларда өте көп та, мысалға, алдыңғы жол айтады, мысалы, денсаулығына қарамайды, тек қана өзін күйеуге арнайды, бала шаға арнайды, ылғи да осында жүре береді, өзіне ешқандай көңіл бөлмейді, сөйтеді, 50-ден аса бере, не істейді, өмірден өтіп кетеді. Сосын бала шағасы нағыз енді ер жетіп, бой жетіп, күйеуге шығып, өзінің қуанышын көрсетіп, үйленіп, құдағи болып, төрде отыратын мезгілдерде не болады? Ол қайтыс болып кетеді, әйел адам. Осындай жағдай өте көп, я? Еркек адам сосын білесіздер ғой, көп жалғыз жүрмейді, енді оған кінәлаудың да қажеті жоқ, олардың табиғаты солай. Екінші рет үйленеді де, сенің өмір бойы жасаған еңбегіңді басқа адам келіп сенің орныңда отырады. Көп қой ондай жағдай. Қарап көріңіздерші, айналаңыздан да сондай әйелдердің қанша мысалын табасыздар. Сондықтан қыздар, Алла тағала бізге әрбір бір бұйрығында бізге бір көп нәрсені үйретеді. Мысалға, дұға жасаудың реті қалай, я? Дұға жасаған кезде не деп айтады, не деп үйретеді бізге? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қалай үйретеді, я? Айтады, ең бірінші Аллаға мадақ айт дейді. Яғни ол сенің Раббың екенін, өзің құл екенін түсінде, содан кейін барып Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға салауат айт, сосын ең бірінші өзіңе сұра дейді. Өзіңе дұға жаса. Содан кейін ата-анаң, бала шағаң, күйеуің, жарың, басқа елің, жаңағыдай тыныштығың патшаңмен аяқтайсың дейді, я? Барлығын. Яғни бұл жерде дұғаны да бізге өзімізден бастауды үйретіп тұрса, біз өзімізге көңіл бөлуді, денсаулығымызға көңіл бөлуді неге біз өзімізден бастамасқа? Қамқорлықты неге өзімізден бастамасқа? Отбасында әйел адамның денсаулығы жақсы, көңіл күйі жақсы, ішкі рухани дүниесі жақсы, жүрегі тыныш болатын болса, барлық әдемі. Өйткені
біз өзіміздің ішімізде не бар, соны ғана бере аламыз. Отбасымызға, ер адамға, бала шағамызға. Өзімізде жоқ нәрсені біз ешкімге бөліп бере алмаймыз. Сондықтан да бүгінгі біздің мастер-классымыз сіздермен бірге әйел денсаулығына арналады. Яғни біз соның ішінде денсаулықтың неше түрлі жаңағыдай бөлімдері бар, иә? Біз сіздермен бірге нағыз әйелге қажетті, нағыз өте біздің қазір қоғамда актуальны болып тұрған мәселелерден бастаймыз. Және қыздар, кез келген біз мына 21 ғасыр әйтеуір бір асығыс, бітпейтін шаруа, бір күннің өзі қалай зулап өтіп жатыр, иә? Кеше ғана жұма болған сияқты бір кезде жұма келіп қалады. Таң қаласың кәдімгідей. Осы үлкен бір қарбаластың ішінде біз өзімізді ұмытып кетеміз, өзімізді тыңдауды ұмытып кетеміз. Біз сәл болсын босаңсуды ұмытып кетеді екенбіз. Осы нәрсенің өзі бізге көп проблема, көп бұлшықеттерімізде спазма, көп жаңағыда әйелдің денсаулығына зияндар алып келеді екен. Сондықтан да мен сіздерге қазір осы мастер-класты бастамас бұрын аваральды тыныс алу деген керемет техниканы үйретумен бастағым келеді. Оның пайдасы енді ұшан теңіз, қыздар, ұшан теңіз. Жалпы сіздер осы тыныс алуды жолға қойып, күнделікті қайталаудың әсерінен де керемет пайда көре аласыздар. Яғни қалай? Бізге Алла тағала адамды өте сондай гармонияда жаратқан, қыздар. Барлығы бізде үйлесімділікте жаратылған. Көретін болсаңыздар, кез келген кішкентай бөпе, сәби қыздар дұрыс тыныс алады екен. Байқап қараңыздар, бөпелер ішпен демалады. Яғни, ал біз осы навыкты, осы қабілетті ұмытып қалғанбыз, иә? Яғни, өмірімізде неше түрлі стресс жағдайлар, басқа нәрселердің орын алуымен біз өзіміздегі бар қабілетті ұмытып қалғанбыз. Сонымен көп зажимдер, блоктар орын алған әйелдің денсаулығына өте қатты әсер ететін. Яғни, біз ішпен дем алмаймыз да, тек қана кеудемен. Қазір өздеріңіз дем алуларыңызға сәл бақылап қараңыздаршы, сіз демді қалай жұтасыз, қалай шығарасыз, дем қай жерге барады, қалай жалпы аяғына дейін сіз дем ала аласыз ба, иә? Яғни осы нәрседен ақ біз байқауымызға болады. Негізінде дұрысы қалай? Қыздар, бұл дұрыс тыныс алу техникасының пайдасы ғана туралы жарты сағат әңгіме айтуға болады. Біздің ақылықты әйел курста бәрін бүге-шігесіне дейін, соның ішінде гормональды біздің қалыпты дұрыстау. Бүкіл ағза бізге не қажет? Біздің ағзамызға қан қажет және оттегі қажет, иә? Ал дұрыс тыныс алмасақ, қан да баруы қиындайды және оттегімен тыныстамағандықтан біздің ағзаларымызда не пайда болады? Оттегі жетіспеушілігі, гипоксия пайда болады. Гипоксия пайда болғаннан кейін бізде барлығы өте жаңағыдай органдарда қиындай түседі. Мынау бізде диафрагма, қыздар. Яғни біз тыныс алған кезде көпшілігіміз тек қана мына кеудемен демаламыз да, соның астыңғы жағында мына жерде орналасқан диафрагманы іске қосуды көп жағдайда ұмыт қалдырамыз. Біздің диафрагма былайша айтқан кезде өзінің функциясын толыққанды атқармайды. Міне қараңыздар, диафрагма қай жерде орналасқан? Мынау біздің өкпеміз, иә, қалай орналасқан? Және мына қабырғаның астында көріп тұрсыздар ма? Міне мына жерде біздің өкпенің астыңғы жағында диафрагма орналасқан. Енді қараңыздар, мына жерде тыныс алған кезде, мына вдох деп тұр, иә? Вдох, міне ауаны жұтқан кезде, бізде диафрагма не істейді? Төмен қарай кетеді де, өкпемізге, толығып төмен қарай кетеді де, өкпемізге толыққанды тыныс алуға мүмкіндік туады, ол кеңейе түседі. Ал демді шығарған кезде бізде диафрагма міне жайылады да, жоғары қарай көтеріледі де, өкпе кішірейіп, ауаның бәрі сыртқа шығады. Ал біз қалыпты, дәл қазір сізбен біз демалып отырған кезде қалай демаламыз? Біз өзіміздің өкпеміздің мүмкіндігін тек қана бір 50%, кейде тіпті 30%-ға дейін, кейде тіпті жаңағыдай аз пайдаланамыз. 30% деген өте аз, 50%, 70%. Ылғида қатты бір стресстік жағдайда жүгірген кезде бір 80%-ға пайдаланамыз. Ал сондықтан біздің мүлдем жаңағыдай жұмыс жасамай жүрген өкпеміз бірден бізде нагрузка алған кезде не болады? Ол қиналып қалады. Сондықтан да
біз сіздермен бүгін осыны іске қосып үйренеміз. Бұл біздің миымызға, біздің ішкі органдарымызға, мына жерде орналасқан барлығына, біздің интимді бұлшықеттерімізге, ойлаңыздаршы, әйел адамның интимді бұлшықеттерінің де жұмыс жасауына осы тыныс алу көмектеседі екен. Біз тек қана мына кеудемен ғана демала берген кезде, мына жақтың барлығына толыққанда оттегі бармайды. Біз ылғи қыздар, сіздердің көпшіліктеріңіздің жалыптарыңыз, проблемаларыңыз не деп айтасыздар? Менің еш нәрсеге зауқым соқпайды. Өзімді істеу керек екенін біліп тұрсам да ерінемін. Күшім жетпейді, энергиям жетпейді. Не жетпей жатыр сіздерге? Сіздерге оттегі жетпей жатыр қыздар, шын мәнінде көп жағдайда. Яғни біздің миымызға оттегі жетпегеннен кейін оның бәрін басқаратын энергия жоқ сізде, бөлінбейді соның әсерінен, Сонымен бізде энергия жетпейді, еш нәрсеге зауқымыз соқпайды, ұйқымыз келеді, ана жеріміз ауырады, жата бергіміз келеді. Өйткені біздің өкпеміз не деп айтады? Мына жақтан миға айтып жатыр, энергия аз, оттегі аз, үнемде, көп шығындай берме, жат, ұйықта дейді да. Ал сізде жаңағыдай сезімдер пайда болады. Еріну, ұйықтау, жату, құлшыныстың болмауы, Былай қарап тұрсаң, неден екен? Қарапайым осы дүниені білмегендіктен екен. Яғни қыздар, біз көп жағдайда бүкіл проблема әйелдің өміріндегі басқа біреулердің отношениясы, басқа сөз, басқа бір дүниелерден емес, өзімізді дұрыс танымағандықтан орын алып жатады екен. Қараңыздар, енді қазір қалай отырасыздар? Мынаны алып тастайсыз ба, Розхан? Қазір барынша арқаларыңызды тіктеп, жақсылап отыруға, арқаларыңызды мынандай бір арқаларыңызды сүйеніп отыруға ыңғайланыңыздар. Мына жерге ине тұр қапты да, кіріп кетіп жатыр маған. Сөйтіп, барынша босаңсу. Бізде көп жағдайда қиындықтар осы босаңсу, расслаблениенің, осы интимдік техникаларды өтіп жүргенде де қыздар, менің байқағаным, біздің қазақтың келіншектерінде проблема қысуда емес, қыздар, босаңсытуда екен да. Біз кәдімгідей денемізді, интимдік мүшелерімізді босата алмайды екенбіз, представляете? Сондықтан да отырып, барынша өзіңізді бос ұстап, қолыңызды, бір қолыңызды кеудеңізге қойып, екіншісін кіндік тұсыңыздың сәл жоғары қоясыз да, тыныс аласыз. Тыныс алған кезде тек қана мына қолыңыз емес, қыздар, мына жерде бізде қабырғалар бар, міне. Осы жерге де былай қойсаңыздар болады. Сіздер тыныс алған кезде мына қолыңыз ақырын ғана мына шетке қарай ысырылып, сәл ашылуға қажет. Яғни демді сіз өкпеге, кеудеге ғана жинап қоймаймыз, ішке қарай тереңірек жібереміз. Және міндетті түрде ауаны мұрынмен жұтуымыз қажет. Сосын ақырындап, асықпай, қалай ұзақ мұрынмен ауа жұтамыз, солай ұзақ ауызбен шығаруымыз қажет. Міне, былай. Көрдіңіздер ме, осы тыныс алудың барысында, қыздар, мына біздің иығымыз ғана көтерілмеу керек, кеудеміз ғана қимылдамау керек, ауа терең ішке кету керек. Сәл ғана демалып көріңіздерші, мүлдем көріңіздер ме, мен 3 рет демалғанның өзіне менің нем өзгерді? Дауыс, ырғағым өзгеріп кетті, қыздар, Яғни көп жағдайда бұл дауыс қою техникалар басқа бар, осының барлығы тыныс алуға өте байланысты. Тіпті ер адаммен сөйлесу барысында да сіздер демді осылай жұтып, және сөйлеген кезде демді шығарғанмен бірге сөйлейтін болсаңыздар, қыздар, сіздер біріншіден дауыс ырғағыңызды әдемі қыласыз, даусыңыз өзіңізге ұнайтын болады. Сіз оттегінің толыққанды бүкіл ағзаларыңызға баруын қамтамасыз етесіз, және қыздар, осылай ішпен терең тыныс алған кезде интимдік бұлшықеттерімізде сәл жиырылып жиналады екен. Өйткені мына жердегі диафрагма біздің төменгі жағымызға да әсер етеді. Яғни ол ақырын ғана барады және жиналады, яғни барлығы толыққанды жұмыс жасайды.
кез келген біздің осы ертең сіздерде өтетін, бүгін өтетін қылықты әйел сабағында өтетін барлық интимді жаңағыдай жаттығулар, яғни жамбас қуысы бұлшықеттерін жаттықтыруға арналған әрбір техниканың дұрыс жасалуының және оның жақсы пайда беруінің кепілі осы дұрыс тыныс алуды игеруге байланысты. Тыныс алуды игермесек, кейінгі техникалар бізге дұрыс пайдасын бермейді. Мынау соңына дейін мысалға сіздер математиканы өткен кезде басында көбейту кестесін өтесіздер де, өмір бақи сол көбейту кестесі қалмайды ғой, иә? Тура сол сияқты біз қаншалықты мына техниканы, осы дұрыс тыныс алу техникасын үйренеміз, соншалықты біздің ертең техникалардан алатын пайдамыз мықты болады. Яғни бүгін сіздерде программада осы мастер-класста кегел жаттығуы пайда бермеуі мүмкін. Неге? Кегел жаттығуы шынымен бізге пайда беру үшін не істеуіміз қажет? Қалай біз қынаптың шынында да тарылтатын техниканы қалай жасауымызға болады? Қалай біз жатырымыздың төмен түсіп кетуі, қынап қабырғаларының төмен түсіп кетуі, ауаның шығуы, жыныстық қатынас кезінде ауаның шығуы, пролапс, ішкі органдардың төмен түсіп кетуінен қалай сақтана аламыз, қалай болдырмаймыз, егер де орын алған болса, оны қалай ретке келтірудің жолдары бар. Түшкірген кезде, күлген кезде, жүрген кезде, секірген кезде, зәрдің шығып кетуі болса, оны қалай реттейміз, не себепті ол орын алады деген мәселелердің бәрін қозғаймыз. Қыздар, біз бүгін сіздермен бірге шын мәнінде өзімізбен танысатын боламыз. Өзіміздің анатомиямызбен танысатын боламыз. Яғни, біз өзімізбен танысуды бастап, не істейміз? Денсаулығымызға, өзіміздің өмірімізге көңіл бөледі екенбіз. Сондықтан сіздер қазір тағы да мына жаттығуды үйреніп алыңыздар. Яғни өте маңызды мән беретін тұстар. Мұрынмен жұтамыз және ауызбен асықпай, дауыстап отырып, босаңси отырып шығарамыз, дыбысты. Және қолыңдарыңызды қойып, бастапқыда кеуделеріңіздің қатты қимылдамай, иықтарыңыздың көтерілмей, ауаның ішке қарай кеткенін. Яғни бұл жерде қараңыздар, ішпен демалу деген кезде, жаңағы жатырмен демалу деп айтады, ол кезде біз не істейміз? Бұл жерде бір іш қосылып кетпейді іске. Яғни біз ішімізге жаңағыдай ауаны жіберу арқылы диафрагмамыздың барынша созылуына мүмкіндік береміз. Жаңағы диафрагма созылғаннан кейін ол не істейді? Өкпеге толығырақ ашылуға мүмкіндік береді. Яғни 30% ғана жұмыс жасап тұрған өкпеміз біраз ашылады. Бастапқы кезде сәл тыныс ала бастағаннан кейін сіздерде бастың айналуы пайда болады. Қолдарыңыз ұйиды, аяқтарыңыз мұздайды. Не себепті? Өйткені ағзаға көп көлемде оттегі барды. Миға көп көлемде оттегі барды. Оттегі өзі суық, негізі. Сондықтан да осындай бастың айналуы орын алса, оны уайымдамаңыздар, ол болатын нәрсе. Ақырын ғана қатты өздеріңізді қинамай, басыңыз айнала бастаған кезде ақырын тоқтаңыз. Кішкене демалып алыңыздар, сол сәтпен рахаттаныңыздар, қыздар. Өте керемет балбырап, балқып, бір күшті состояниеға түсесіздер. Яғни сіздер қазір мимен мына жалпы ағзаларыңызды бір ағымға түсірдіңіздер, тыңдадыңыздар. Кәдімгідей екеуін бір неге байланыстырдыңыздар. Керемет бір босаңсуды қалыптастырасыздар да, информацияда бәрі күшті өтеді. Көздеріңіздің қарашығы кәдімгідей жалтырап кетеді. Әйел адамда күшті феромон да бөлінеді. Тіпті біз осы техниканың екінші этабы бар, ол аваральды тыныс алу дейді. Яғни ол техника арқылы сіздер әйел адамның жұмыртқасы, яғни яичниктері деп айтамыз, аналық бездері, сол нәрсені қосу, уақытынан бұрын жаңағыдай климакстың келіп қалу, тіпті осы техникаларымызды, біздің курстағы қосымша техниканы, медитацияны, барлығын өзінің миындағы бүкіл блоктарды жасай отырып, тоқтап қалған етеккірін қайта қалыптастырған бізде келіншектер өте көп. Яғни, әйел адамның аналық безі жұмыс жасап тұр деген сөз, оның гормоналды бүкіл функциясы жақсы жасап тұр деген сөз. Оның жастығы, біздің жастығымызға, қыздар, эстроген гормоны әсер етеді. Егер де әйел адамның етеккірінің келуі, ол оның бүкіл метаболизмнің жақсы жұмыс жасауына әсер етеді. Оның эстрогені бөлініп тұр деген сөз. Эстроген бөлінді деген тері, біздің фигура, барлық салада біздің жастығымызды ұстап тұрады. Қалай әйел адамда климакс басталады,
қартаю өте қарқынды жүре бастайды. Неше түрлі аурулар шыға бастайды, иммунитет әлсірей бастайды, жаңағыдай қант диабеті пайда бола бастайды. Яғни бірден организм ретардация деп айтамыз, сондай кері қарай кете бастайды. Сондықтан да бізге осы нәрсені егер біз қазірден бастап мән беретін болсақ, қазірден бастап біз өзімізге, денсаулығымызға осы нәрсені қалыпты жағдайда ұстауға көмектесетін болсақ, қыздар, оны өте ұзақ ұстап тұруға біздің шамамыз жетеді. Ондай білімдер қазір бар. Тек қана сіздер игеріп, соны практикаға жүзеге асыруларыңыз қажет. Мен кішкене сіздер игеріп алсын дедім. Қалай, қыздар? Жасадыңыздар ма тыныс алуды? Қандай сезімдесіздер тыныс алудан? Қандай сезімдер пайда болды, қыздар? Не айтасыздар? Түсіндіңіздер, яғни тыныс алуда мұрынмен тыныс аламыз, мұрынмен ұзақ тыныстаймыз. Және ауызбен шығарғанда да солай ұзақ шығарамыз. Түсінікті, Уақыт аз бізде, сондықтан көп құртпаймыз, келесі этапқа өтеміз. Босаңсып, расслабиться етіп, рахаттанып алсаңыздар, ары қарай кеттік. Яғни, қыздар, біз қазір сіздермен бірге не үшін мен бірден беріп отырмын? Кейде көпшілігіміз сондай бір қысылтаяң, ылғида, напряжениеда, ылғида сондай бір стрессте жүргендіктен бізге өте қиын. Босаңсу, осыны тыныстауды үйрену, басыңыз айналды, бастарыңыз айналады, қолдарыңыз кішкене ұю мүмкін. Басым айналды аздап дейді. Сіз айтқан сезімдер. Басым айналып, біртүрлі болып отырмын дейді. Вот күшті қыздар, басыңыз айналғаннан да рахаттанып, қатты қинап жүрмеңіздер. Басыңыз айнала бастаған кезде тоқтайсыз да, рахаттанып демалып аласыз. Солай, так, кеттік. Все. Кеттік ары қарай. Расслабились, қыздар, Күнде таңертең, қыздар, жатарда осын жасаңыздаршы, керемет осының нәтижесінің өзін көреміз. Және бізге интимді жаттығуларды ары қарай игеруге өте қажет болады. Яғни оны игермей ары қарай жылжи алмаймыз. Жалпы осы тыныс алуды, сіздер бірінші этапын үйрендіңіздер, тыныс алудың. Екінші этабы бар, оны Құдай қаласа курста үйренулеріңізге болады. Оны жасаған кезде, қыздар, ол өте керемет. Әйелдің денсаулығын, жалпына гормональды фонды реттеген кезде өте күшті көмектеседі. Осы дұрыс тыныс алуды үйреніп алсаңыздар, сіздердің интимдік техникалардан жеңіске жетудің 50%-на уже жетіп қойдыңыздар деген сөз. Енді қараңыздар. Мынау не? Кім айтады? Қалай ойлайсыздар? Мынау не? Өте маңызды нәрсе, жаңағы тыныс алудың барысында ауаны жұтқан кезде күштеп ішті шығармаймыз, және ауаны іштен шығарған кезде ішті күштеп кіргізбейміз, қыздар. Өте маңызды нәрсе, осыны еске сақтаңыздар. Дұрыс айтасыздар. Мынау біздің сіздермен бірге жамбас қуысымыз. Жамбас қуысымыз. Енді қазір біз өзімізді жақсылап тану үшін өзімізден, қыздар, осы мүшелер табамыз. Қараңыздар. Не үшін қажет бізге, мына жамбас қуысы сіздерге түсінікті болу үшін мен көрсетемін. Міне бізде ол қазір міне былай тұр. Дәл осылай біздің жамбас қуысымыз тұр қазір. Енді қазір сіздер мына сүйекті өздеріңізден табасыздар. Мынау қай сүйек? Қыздар джинсы киген кезде, шалбар киген кезде мына жерден бір екі сүйек торчать етіп шығып тұрады, Дәл сол сүйектеріңізді өздеріңізден пальпация арқылы жақсылап тұрып іздеп табасыздар. Міне. Мына жерден шығып тұр. Яғни, қыздар, ол не үшін қажет? Біз осылай әрбір мүшемізді өзімізден тапқан кезде түсінеміз да, қалай, не үшін қажет деген. Сосын бізге жаңағыдай шынымен де интимдік техникалардың көмектесу үшін, мына жатырымыздың төмен түсіп кетпеу үшін, мынау жатыр міне. Осы мына картинканың ішінде тұр бізде. Мынау кәдімгідей корсет сияқты, қазір айтамын оны тағы да, Мына сүйекті табамыз, мына сүйекті. Ал мынау симфиз сүйегі.
симфизит деген ауруды естігендеріңіз бар, иә. Яғни әйел адам көп жағдайда екіқабат кезде мына біздің лобковая кость дейміз, иә, осы жерде симфиз сүйегі симфиз ашылып кетеді. Яғни мынау симфиз сүйегі, мына жерде шеміршек тұр, көрдіңіздер ма? Яғни әйел адам аяғы ауыр кезде мына шеміршек жұмсарады. Сөйтеді де кішкене мына босанатын кезде осы сүйектің барлығы кішкене ашылады. Мына жақта мына сүйектер ашылады, иә. Сондықтан да кейде осы қайтадан қалыпқа келмей қалады. Дұрыс емес, көп нагрузка жасалғандықтан, ауыр көтергендіктен, мына біздің астыңғы корсетіміз әлсіз болғандықтан, осының барлығы әсер етіп, мынау дұрыс жабылмай қалады. Әйел адамда симфизит деген ауру пайда болады аяқ ауыр кезде. Яғни мына сүйектің шамадан тыс ашылып кетуі. Оны да табамыз өзімізден. Мына былай тұр ғой. Яғни мынау міне лобок, мына жерлері, мына жақтан осы сүйекті тауып, пальпациямен өздеріңізден сезініңіздер, қыздар. Өздеріңізден сезінбей түсініксіз болады. Лайк баспай, кейін сүйек тапсын да? Иә, лайк баспаймыз, менің орамалыма қарамаймыз, қасын қайтып алған, не істетіп алған, не жаққан дегенді қарамаймыз, иә. Обычно қыздар сөйтіп отырады. Қасыңызға не жағасыз, орамалыңызды қайдан алдыңыз, ақпаратқа қараймыз, қыздар, өзімізге қараймыз. Пальпация дегеніміз қолмен ұстап табу. Қолмен сипалап өздеріңізден тауып сүйектеріңізді, иә. Енді келесі мынау көпчік, қыздар. Көпчік деп айтамыз, иә. Міне қараңыздар. Мына сүйекті көріп тұрсыздар ма? Міне ең астыңғы жағында мынау, иә. Құйымшақтың мына төменгі жағындағы сүйек. Көп жағдайда бізде дұрыс емес нагрузка, тағы да сол аяқ ауыр кездегі нагрузкалардан, немесе басқа бір физикалық нагрузкалардан, құлағаннан, бір нәрседен отырып қалғаннан, бір әртүрлі, немесе омыртқалар қисайғаннан, көп келіншектерде мына сүйек, қыздар, өкінішке орай ішке кіріп кетеді екен. Немесе босану кезіндегі травмалар болады да, кейін ол дұрыс қалыпқа келмейді. Неден тағы да? Әйел адам өзіне қарамай босана салысымен, роддомнан шыға салысымен, қонақтарды күтіп, етті асып, ананы көтере салып, мынаны көтере салып, әлі жұмсақ сүйек орнына келмегендіктен көп отырып, иә, әйел адам босанғаннан кейін көбірек жату керек. Немесе басқа нәрсе, баланы көтеріп, ары-бері жүгіріп, ауырды көтере салып, содан не пайда болады? Өзі мынау пластилин сияқты тұрған сүйектеріміз қисайып кетеді, мынау. Сөйтеді, ішке кіріп кетеді. Біраз уақыттан кейін қатаяды, сол күйі қатып қалады. Сосын әйел адамда пайда болады. Мынау не болады? Міндетті түрде қан айналымға әсер етеді. Мына бұлшықеттің бәріне әсер етеді. Сосын әйел адамның қынабында құрғақтық пайда болады. Мүлдем жаңағыдай жыныстық қатынасты қаламау пайда болады, ауырсыну пайда болады. Мына жалпы жамбас қуысына дұрыс қан бармағаннан кейін, қан айналым дұрыс болмаған соң, оттегі дұрыс болмаған соң, қоректік заттар болмаған соң не істейді? Атрофирование мышц деп айтамыз. Бұлшықеттердің ақырындап желініп солуы пайда болады, босауы пайда болады. Одан кейін қынап кеңейіп кетеді, ауа шыға бастайды, қабырғалары құлай бастайды. Мына жақтан әлсіз болғаннан кейін жатырды төмен түсірмеудің техникаларын білмегеннен кейін, тура солай ауыр көтеріп, жүгіріп жүре бергеннен кейін, ақырындап бір кезде жатыр төмен түсе бастайды. Сосын ол уретральды каналдарға әсер етеді, сосын зәр шыға бастайды, жүгірсе, секірсе, түшкірсе, біраз уақыттан кейін ақырындап қынаптың ар жағында столға отырған кезде қатты жерге отырса, біртүрлі ауырсыну сезіне бастайды. Бір күні қараса, ар жақтан бір қызыл бір ет көрініп тұр дейді. Ал содан кейін ауырып, уже жаны қиналған кезде барса, жатырдың төмен түсуінің 3-ші стадиясына кеп қалады, иә. Ол 3-ші, 4-ші стадияда көп жағдайда уже хирургиялық жолмен не сетка қоюға, не ана жерді алып көтеріп тігіп қоюға, не болмаса мүлдем жатырда алып тастауға тура келеді. Ол адамға материалдық, моральдық қаншама шығын әйел адамға, ол өзін жертва сезінеді, қиналады, қаншама оған жағымсыз сезімдерді, жаман нәрселерді алып келеді. Сондықтан да не істеуіміз керек? Бәріне мұқият, қыздар, әрбір біздің денсаулығымызға, әрбір мүшемізге керемет жауапкершілікпен қарауымыз керек. Алланың аманаты екенін ұмытпауымыз қажет. Қараңыздар, мына сүйекті таптыңыздар ма өздеріңізден? Мына сүйектерді, омыртқаны, яғни мына жердегі
арт қарайсыздар да мына жерден сол сүйектеріңізді табасыздар. Кәдімгідей міне мына құйрыққа қарай жалғасып кететін түбіне дейін осы нәрсені табыңыздар. Және негізі әйел адамдар жылына бір рет ең болмағанда остеопатқа барып, бәрі осы сүйектердің барлығы орын-орнында тұрма, міндетті түрде тексерілу қажет. Сондықтан айттым ғой, қалай әсер ететінін. Тек қана ол емес әсері, ол сол біздің сондай қиындықтарға әкелетін бірден бір себептің бірі ғана. Енді мына сүйектерді тапсақ, келесі біздің табатын сүйегіміз мынау. Бұны табу үшін не істейміз? Қазір екі алақанымызды көтеніміздің үстіне қоямыз да, екі құйрығымыздың үстіне қоямыз да, отырамыз соған қатты жерге. Сол кезде сіздің алақаныңызға батып тұрған екі сүйекті байқайсыздар. Сол екі сүйек міне мынау. Түсіндіңіздер ғой, мынау екі сүйек. Енді келесі, мына ұршық уже кетті. Енді қараңыздар, біз қаптап тұрған мына сыртын, мынаны өттік. Бұл жай ғана каркас, мына ішіндегі. Енді осының ішіндегісі ше, міне қараңыздар, мынау жамбас сүйек, енді соның қуысы, жамбастың қуысы мынау іші. Бұлай қарап тұрсам, біздің жамбасымыз неге ұқсайды екен? Кардинаға ұқсайды, Ал енді қараңыздар, осы кардинаңыз, ойлайық та, сіздің қолыңызда кардина бар. Оның ішіне сіз жеміс салып алғансыз. Енді кардинаңыздың асты қағаз сияқты болатын болса, түбі қағаздан жасалған болатын болса, кардинаңыздың. Қараңыздар, көрдіңіздер ме, астында ешқандай сүйек жоқ. Мынандай домалақ тесік, мынаның барлығы не? Ешқандай да сүйек жоқ мына жақта, мынаның барлығы бұлшық ет. Яғни қараңыздар, мынау сіздің кардинаңыз, ал мынау асты сізде қағаздан жасалған болса, мына жақтағы сіздің жемістеріңіз сәл жүргеннен кейін не істейді? Тартылады, мына жақтан жыртылып түсіп кетеді. Тура солай, қыздар, егер де біздің жамбас қуысындағы мына бұлшық еттеріміз әлсіз болатын болса, оның ішіндегі жемістері, яғни сіздің жатырыңыз, жатырдың астында тұратын мына зәр қалташасы, яғни мочевой пузырь деп айтамыз, мынау тік ішек, яғни не бұл? Бұл жерден жаңағы үлкен дәрет шығады, артта тұр. Ол қалай орналасқан? Қараңыздар, енді біз ішіне келеміз. Ішінде осы мүшелердің орналасуынан бастайық. Яғни, мен бұны сіздерге түсінікті болу үшін мына суреттен көрсетем. Сіздер анатомияны, осының барлығын қалай орналасқан толық дұрыс білгенде ғана, сіздерде көздеріңіздің алдында бір картинка елестейді және дұрыс ақпарат қабылданады. Сіздер, мына жерде былай тұр екен ғой деп ойлайсыздар. Қараңыздар, қалай біздің мүшелеріміз орналасқан. Кеше ғана біздің посттың астында жазады, жаңағы зардың шығып кетуі, ол деген циститтен емес па? Жатыр басқа жақта, зәр шығатын жер басқа жақта, это вообще өтірік деген сияқты да. Яғни не өтірік? Осы анатомияны білмегеннен кейін біз сөйтіп ойлаймыз, мүлдем түсінбегеннен кейін жаңағыдай зәр қайда, қай жерімізде не тұрған білмейміз ғой, қыздар. Қалай содан кейін біз өзімізді танимыз деп айта аламыз, Мұна өмір бақи бізбен келе жатқан нәрсе, бірақ біз өзімізді танымаймыз ғой. Сондықтан да осындай проблемаларға ұшырап жатамыз. Қараңыздар, міне жамбас қуысы, мынау сіздерге көрсеткен жатыр. Мынау міне жатыр, матка. Жатырдың артында тұрған мынау тік ішек, яғни анал тесігі арқылы біздің үлкен дәрет шығатын жер. Көрдіңіздер ме, матканың мына жағына, және мынау не? Бізде мынау қынаптың каналы. Яғни біздің бала босанатын жер, етек келетін жер, және міне жыныстық қатынасқа түскен кезде пайдаланатын біздің қынабымыз мынау. Оған не тиіп тұр? Тік ішектің қынаппен жанасып тұр, көрдіңіздер ма? Енді тура мына жерде жатырдың дәл астыңғы жағында жаңағы мен сіздерге көрсеткен мынау зәр қалташасы тұр, яғни уретральный канал. Міне бұлай, мочевой пузырь ары қарай уретральды каналға жалғасып тұр. Бұл жерде, мына жерде бізде үлкен дәрет шығатын болса, анал тесігі арқылы, мына жерден біздің кіші дәрет жиналып шығады, көрдіңіздер ма? Енді қараңыздар,
Енді кешегі қыздың айтқаны екеуі екі жақта емес па, қалай әсер етеді? Көрдіңіздер ма қалай орналасқан? Зәр қалташасы тура жатырдың астында орналасқан. Егер де жатырда төмен түсу болатын болса, мына жатыр төмен түсетте, мынаған қысым жасайды, давление жасайды зәр қалташасына. Сосын мына өзі басып тұр, оның үстіне мына жақта уретральды канал өте әлсіз, сөйтеді де мына канал қысып, тек қана мидан сигнал келген кезде ғана, яғни біз туалетке барған кезде ғана кіші дәреттің шығуына жол беру керек болатын болса, ол әлсіз болғандықтан астынан, жоғар жағынан жатыр басып давление жасап тұр, кішкене жиналса да тез туалетке барғысы келеді, я? Не себепті аяғымыз ауыр болған кезде, соңына қарай әйел адам жиі барады туалетке, аз-аздан болса да, өйткені мына жақтағы нагрузка жақсылап тұрып, мынаны басып қалады. Сосын мынау әлсіз өзі канал, өйткені мына бұлшықеттің бәрі төмен жақтағы қағаз сияқты әлсіз болып тұр да, сәл жүгіріп қалса, сәл артық бір қимыл болатын болса, не істейді? Бірден зәр шығып кетеді. Түсінікті ғой? Қалай орналасқан? Яғни міне, енді тағы да бізге қынаптың қабырғаларының төмен түсуіне, әсіресе артқы жағының, не әсер етеді? Ылғи да іштің қатуы. Жиі іш қататын болса, бізде қынаптың артқы қабырғасы түсіп кетеді екен. Яғни ол запордан не істелінеді? Мына жерге жиналады. Сосын барып ол осы жерде тұрады да, мына жерге қараңыздар, тура мына жерге жиналады. Мына жақтан айдалып келеді давлениемен, мына жерге үлкен болып жиналады да, мына қынаптың қабырғасына дейін тиіп, мынаны былай томпайтып тұрады кәдімгідей. Сосын босағаннан кейін мына жер әлсіреп шығып қалады. Яғни қынаптың қабырғасының артқы жағы, задняя стенка влагалища дейміз, сол құлап тұрады. Ненің әсерінен? Ылғи да іш қату болу, жаңағыдай күшенудің әсерінен, мына күшене бергеннен, іш қата бергеннен, мына жақтан бұл жатырға да әсер етеді. Ішкі қысым әсер етеді, бұл да жатырымыздың төмен түсуіне әкеледі екен. Яғни сондықтан да әйел адамға тыныс алудың, біздегі интимдік техникаларының өте бір пайдасы, қыздар, сабақтағы техникалардың тек қана біздің ішкі органдарымызды емес, біздің осы ас қорыту жүйесіндегі мүшелерімізге де жақсы әсерін береді екен. Яғни осы мүшелердің де дұрыс жұмыс жасауын, запордың болмауын қамтамасыз ететін тыныс алудың өзі, сондықтан да біз сол бізге келетін қауіпті азайтады екенбіз. Енді қараңыздар, мынаны білдік, үйрендік, түсінікті ғой? Қыздар, лайк баспаңыздар, қатып атыр. Мына мүшелеріміздің қайсысы қалай орналасқан түсіндік. Солай ма? Тез маған кері байланыс береміз, қыздар. Бәрі түсінікті дейміз де, ары қарай кетеміз. Яғни бәрі бір-бірімен байланысты. Жаңағыдай жоқ, қыздар, анау ана жақта тұр, мына жақта тұр, бір-біріне мүлдем әсер етпейді ғой. Өтірік деген адам, ол білімсіз, өз-өзін мүлдем танымайтын, анатомиясынан 1 грамм хабар жоқ адамның сөзі. Түсініңіздер ма? Яғни мына нелерімізден көрдік, қалай әсер ететіндігін, қалай төмен түсуге алып келетінін барлығын. Түсінікті болса кеттік. Қатып атыр деп мүлдем көре алмай жатқан қыздар, егер эфир сақталса көреміз. Түсінікті? Енді қараңыздар, келесі қыздар, бұлар өте маңызды ақпараттар. Мен сіздерге сразу ненің қалай екенін түсіндіріп кетіп жатырмын, Енді мынаны түсіндік қой, мынаны қарап жатырмыз. Енді сіздермен бірге мына корзинамызға келеміз. Қараңыздар, мынау біздің корзина. Енді мынау қазір көпшілігімізде корзинамыздың асты қағаз корзинамыздың ішіне жемістер салып алып жүрміз. Сөйтеміз, еще жүгіреміз, ауыр көтереміз, босана саламыз да бірден баланы көтеріп аламыз, ары бері жүгіріп жүреміз. Қыздар, түсініңіздерші, жатыр, жамбас қуысы барлығы 9 ай бойы үлкен іс атқарды. Оларға үлкен нагрузка жасалды, Ал енді босанғаннан кейін тіпті 2 килограмм, 2-де 500, 3 килограмм болып туылған баланың салмағының өзі оған үлкен нагрузка, кәдімгідей әсер етеді. Яғни сіз мына нәрсені игермей, қазір мына корсетті жақсылап ұстауды үйренбей, ары бері баланы көтеріп алып шауып жүретін болсаңыз, сіз өзіңізге үлкен зиян келтіріп жатырсыз. Сондықтан
Енді бізде сіздермен бірге Алла тағала осы берген, бұрындары бұл білімдердің барлығы қол жетімсіз болған, тек қана ана императордың әйелдері, сұлтандардың әйелдері, ханның әйелдері ғана оқи алатын, солардың ғана қолы жететін болған білімге Аллаға шүкір қазір ерінбесек, қаласақ кез келгеніміз ала аламыз. Кез келгеніміз осы білімді ала аламыз. Мына жалпы осы ішкі органдардың төмен түсіп кетуі, жатырдың төмен түсуі деген қыздар біздің эрамыздан бұрын, біздің дәуірімізден бұрын қаншама ғасырлар бойы келе жатқан нәрсе. Тіпті бұрынғы ана кімдердің кезінде, перғауындардың кезінде, сол кездің өзінде осы проблемалар болған. Жалпы әйел қашан бар, сол кезден бері болған, Ол кездерде өздерін жаңа қазіргі тіпті медицинада қолданылатын писария деген нәрсе бар ғой, мынандай вагинальный, жаңа шеечный кольцо дейді, вагинальный кольцо дейді. Әйел адамның жатыры мүлдем төмен түсіп кетпес үшін, немесе жаңағыдай аяқ ауыр кезде уже жатыр төмен, мүлдем ол шейка жаңағы жатырдың мойны мынау мүлдем ашылып, бала түсіп қалмас үшін мына жерге кольцо кигізіп қояды. Ол әртүрлі жаңағыдай медициналық материалдардан, пластиктерден жасалады, бірақ өте дискомфортно, ол өте қиын әйел адамға. Бәрібір бұл сенің ағзаңда бөтен нәрсе тұр деген сөз. Осыған бұрындары да әйелдер, оказывается, соны қолдан жасап, бір тастан, бір нәрседен, темірден, күмістен, теріден бір жасап пайдаланған екен. Яғни бұл проблема бізде мынандай түсінік бар да, осы әжелеріміз деген осы техникаларды білмей-ақ 15-ін туған, 20-сын туған и нормальный өмір сүрді ғой деген сияқты. Жоқ, қыздар, ол кезде де мысалға менің өзім жеке басым талай естігем. Мысалға мен айтып отыратын, біздің үлкен ағашы бір туысқан неміздің өзін айтатын, яғни сол жатыры төмен түсіп кеткен, соны іш киімге жаңағыдай ішіне салып қойып жүретін, оны жуатын, иісі шығып кететін, содан кейін барып, бірақ қайтыс болатын кезде өзінен өзі әйтеуір ішке кіріп жоқ болып кетті деген сияқты да, қайтыс болған кезде деген. Яғни бұл проблема бұрыннан бар. Аллаға шүкір, қазір осы білімдерді алып, біз осы нәрсеге жеткізбеуімізге болады. Сосын ойламаңыздар, бұл тек қана тұрмысқа шыққан қыздарға ғана керек, солар ғана басына келетін проблема деп, жоқ. Бұл әрбір қызға керек, әрбір әйелге керек, әрбір қыз тәрбиелеп отырған әйелге, келіншекке керек, анаға керек. Себебі қыздар қазір тұрмысқа шықпаған қыздардың өзінде өкінішке орай опущение почек өте көп. Яғни ол әлі тұрмысқа оны шықпағаннан кейін, кішкентай болғаннан кейін білмейміз, өзіге түсірмейміз. Ал бізде қазір өте қатты жасарып кеткен, миома да жасарып кеткен, бізде жатырдың төмен түсуі де, вагинальды каналдардың төмен түсуі бәрі жасарып кеткен. Не үшін? Себебі бізде қазір осы техникаларды не істемейміз, жасамаймыз. Сосын бізде қазір мына видеоны қараңыздаршы, біз көп жағдайда тек қана отырамыз, аз қимылдаймыз. Пролапспен ауыратын әйелдердің 10%-і 30-дан төмен жастары. Мені қараңыздар, мына видеоны қараңыздаршы. Біздің ылғида отырып жұмыс жасауымыз біздің интимді бұлшықеттерімізге, жатырымызға, біздің жамбасымызға қалай әсер. Қараңыздар, мына жерде қалай қан айналымының нашарлайтындығы көрсетілген. Ал барлық нәрсе біздің, мені қайталап қараңыздар, біздің денсаулығымыздың жақсы болуы да, жаман болуы да, мына бұлшықеттеріміздің әлсіз қағаз сияқты болуы да, немесе мықты болуы да біздің қан айналымға байланысты. Яғни, оған әсер ететін фактор өте көп. Яғни, бәріміз қазір аз қимылдаймыз, көп отырамыз. Тіпті компьютерға көздің өзі қалай шаршайды. Біраз уақыт 20 минут отырғаннан кейін міндетті түрде жаттығу жасап, басқа нәрсе істе дейді. Ал енді қараңыздар, біз ең көп осы бүкіл нагрузка қайда түседі, осы біздің жамбас қуысымызға түседі. Ал енді қазір алыңыздар да, мына қолдарыңызға 5 минут үстінен басып отырыңыздаршы, 5 минут қолдарыңыз басып отырыңыздар. Не болады? Қолыңыз ұйып, жұмыс жасамай кәдімгідей шыдай алмайсыздар, жансызданып қалады. Ал ойлаңыздар, біз осы көтенімізде жалпы неше сағаттап отырамыз. Мүлдем басымызды көтермей, телефонға кіріп кетеміз, компьютердің ішіне кіріп кетеміз, бәрін ұмытамыз. Ал тура сол моментте не болып жатады? Міне осындай процесс болып жатыр. Ол неге алып келеді? Мына бұлшықеттердің әлсіз қағаз сияқты болуына алып келеді екен. Так,
Енді біз ары қарай танысамыз. Қараңыздар, енді біздің мына ішіндегі бәрін ұстап тұрған, жатырымызды да, бүйрегімізді да, бауырымызды да төмен түсіп кетпеуіне әсер етіп тұрған мына корсет, мышечный корсет дейміз. Былайша айтқан кезде, мынау біздің корзинамыздың асты. Осы корзинамыздың астын мүлдем жаттығу жасамасақ, көңіл бөлмесек, тек қана туатын кезде, екі қабат болған кезде ғана гинекологқа баратын болсақ, мынау не істейді? Өкпелейді бізге, сосын барып өкпе ренішін барлығын жаңағыдай последствиясын көреміз. Сондықтан да сондай проблемалар орын алмай тұрып, қыздар, біз бұнымен достасуымыз керек, связь поддерживать етуіміз керек, жағдайын сұрауымыз керек, жақсы көруіміз керек, яғни біз қамтамасыз етуіміз керек қазірден бастап, және кішкентай қыздарымызға да үйретіп техниканы беруіміз керек. Мен сіздерге бүгін өте керемет, бүкіл өмірлеріңізге азық болатын, сіздердің жатырларыңызды төмен түсіп кетуден сақтайтын жалпы кез келген әйелдің, қыздың өміріндегі ең маңызды техниканы үйрететін боламын. Ол мына башня деген техника, корсетті, мына ішкі корсетті жақсылап ұстау. Бірақ бұл қорғаныш техникасы, қыздар. Бірақ та біз тек қана қорғанып қана жүретін болсақ, мынаны бәрібір жаттықтырмайтын болсақ, жұмыс жасамайтын болсақ, мына бұлшықеттермен, ол бізге былайша айтқан кезде аса көмектесуі қиын. Бірақ бәрібір де дәл қазіргі жүрген кездегіден сізге біраз қауіпсіздікті қамтамасыз етеді. Қараңыздар, бізде мына жамбас қуысында келес бұлшықеттеріне, мынау неге ұқсап тұр, біліп тұрсыздар, бұл біздің үлкен дәрет шығатын анал тесігі. Ал мынау біздің вагинальды каналымыз, мынау біздің клиторымыз, мынау біздің уретральды каналымыз, яғни бұл не? Зәр шығаратын тесік, мынау етек кіркелетін бала босанатын тесік, мынау біздің клитор, ләззат алуға жауап беретін бірден бір орган, мынау біздің анал тесігіміз. Енді қараңыздар, бізде бұлшықеттер бөлінеді. Мынау анальды сфинктер деп аталады. Яғни анал тесігін айнала қоршаған бұлшықеттер, және олар, қыздар, өте жаңағыдай үлкен және өте мықты бұлшықеттер болып келеді. Енді келесі мынау вагинальный сфинктер, біздің вагинамызды қоршап жатқан бұлшықеттер, олар өзі табиғи түрде, по природе, олар өте аз екен. Бірақ өте көп функцияны атқарады. Сондықтан да бізге, қараңыздар, жаттықтыру үшін, көп жағдайда қазір бәріне актуальны болып кетті, әйелден саулығы осы біздің орталық бастағаннан кейін бірден ойбай деп, анау да сексолог, мынау да сексолог, қазақша сексология деген шығар, как будто қазақтар басқаша бір істейтін сияқты, жыныстық қатынасты. Қазақша сексология деген жоқ, қыздар. Ғылыми сексология деген бар, болды, бітті. Қазақша сексология деген көресіздер ма? Болды, значит, ол жақта дұрыс мамандар емес деген сөз. Олардың барлығы не істейді? Әйелдерге айтады проблеманы бірден тренажер бере салады. Болмайды. Ни в коем случае. Өйткені не, қыздар? Біз мына нәрсені жаттықтырмай, мына бұлшықеттерімізді бөліп басқармай, бізге ешқандай кегел жаттығуы, ешқандай қысып ашу интимдік бұлшықеттеріңді нәтиже бермейді екен. Бәріміз бізде ақылды әйелдер отырады айтады, өй, сол ақшаға ақмақсыңдар сендер, барып сол жерде ақшаға бір бәле үйреніп жүрсіңдер ма? Тұр ғой бәрі ютубта дейді, ютубта отыр, сөйтті, бүкіл астыңғы мүшеңді қыс аш дейді. Қыздар, бұл өте қауіпті, былайша айтқан кезде. Неге? Өйткені бізде қазір, сіздермен бізде, қазір сіздерде деді, интимдік бұлшықеттерді іштің бұлшықеттерінен бөліп басқару деген қабілет жоқ. Қазір сіздердің миларыңыз интимдік бұлшықеттеріңізбен ұрысып қалған, былайша айтқан кезде араласпайды. Ол тек қана іштің бұлшықеттері арқылы общаться етеді, интимдік бұлшықеттеріңізбен. Қалай, мысалға, қазір өздеріңіз тест жасап көріңіздер, қазір мен сіздерге айтамын. Мынау анальды сфинктер мен вагинальды сфинктерден бүкіл интимдік бұлшықеттер, көтендеріңізді былайша айтқан кезде қазір қысыңыздаршы. Қысыңыздар, барынша, қанша қысалыз сонша. И не байқадыңыздар. Сөйтіңіздерді де іштің бұлшықеттеріне бақылаңыздаршы, іштеріңізде осы моментте не болып жатыр. Сіздер байқайсыздар. 1, 2, 3 теңізді бүкіл құйрықтарыңыздың бәрін қысыңыздар. Ұзақ қысалмайсыздар, шығып кетеді, босап кетеді. Және не қысылады? Бүкіл көтендеріңізбен бірге не қысылады?
іш қысылады, міне. Іш қысылып кетеді. Ішім қысылды дейді. Қыздар іш мейлі ғой. Көп қыздарда бұл жаныма біреу вообще қысылмайды дейді. Бас деп кетіп қалды. Ішім қысылды дейді. Ішім ауырды дейді. Яғни қараңыздар, дұрыс айтасыздар. Көп қыздар не только іш мейлі ғой, көп әйелдерде интимдік бұлшықеттерін қысқан кезде бүкіл денесі қысылады ғой, бүкіл сан қысылып кетеді, қабақ түйіліп, бас, внутричерепной давлениені қосып, кішкене мысалға біраз қысып көріңіздер да, бастарыңыз ауыра бастайды. Есть такое? Вот өздеріңіз бақылап айтыңыздаршы, біраз қыса бастағаннан кейін көп әйелдердің қабағына дейін қысылып, басы ауырып, ауа жетпей, іші қысылып, қолдарының бәрі тырысып кетеді. Ішім қысылып қалды дейді. Бөксе де тырысып қалды. Женский жақ бәрі басым ауырып кетеді дейді. Вот көріңіздер ма? Ал енді осылай сабаққа келуге ақшамызды аяймыз, ютубқа кіреміз, сөйтемізді тренажермен жұмыс, лежи и жаңағыдай мигай, ана жеріңді битіп қыс, сөйтіп қыс дегендердің барлығын қысып бір күні біз керісінше негізгі осы техникаларды, бұл нәрселерді қыздар көп жерде даже бар ғой, көп жағдайда менің байқағаным, өзін инструктормын, тренермін деп жүргендердің өзі осы ең басты қағиданы ескермейді. Сөйтеді де әйелдерге тренажерді бере салады, әйелдерге қысти береді, тек қана қынапты асып, қыса берсең, үші бітіп айтады, күніне 300 рет жаса дейді. Қаяқтың 300 рет жаныма 10 жасағаннан кейін бітті ғой, бас ауырып, айналып, жаңағыда іштің барлығы тырысып, шаршап, ашуланып әйел адам, сосын тастап кетеді. Мүлдем жаңағыдай жасамайды ол упражнениені. Өйткені ең басты дұрыс ақпарат берілмейді. Және 300 рет, егер де өзіне сондай бір жаңағы сила волесі мықты бір әйел болатын болса, 300 рет жасағаннан кейін, пожалуйста, жатырдың төмен түсуі, стрессовое недержание мочи, стресстік жағдайда зәрді ұстай алмай қалу обеспечено. Өйткені не бұл жерде? Ең басты нәрсе, қыздар, мына іштің бұлшықеттерімен жұмыс жасаған кезде, мына бәрін сіздер қысып жатсыздар ғой, сол кезде мына жақта қысым пайда болады, давление. Диафрагма түседі да, мына бәрін итереді ары қарай. Сол кезде не болады? Біз ішкі қысымды басқара алмағандықтан, біз керісінше көтерем, бәріміз не болып тұр бұл жерде мақсат, сондай бір қынабымызды тар қылып, қыз сияқты болсақ қой деген үмітпен келемізде, апа сияқты жатырымызды түсіріп алады екенбіз. Неден? Негізгі мына нәрсені білмегендіктен, қыздар, негізгі техниканы білмегендіктен, миымызбен интимдік бұлшықеттерімізді достастырмағандықтан, тек қана ішпен общаться еткеннен кейін біз не істейміз? Ішкі қысымды күшейтіп, ішкі қысыммен жұмыс жасаймыз да, біз ойлаймыз, мына жақты қысып жатырмыз деп ойлаймыз, мына жерді қысып жатырмыз деп ойлаймыз да, бірақ негізгі нагрузканың барлығы ішке кетеді, басқа кетеді, сөйтеді, мынау сол күйі қалады, сіз тек қана мына жақтағы жатырды төмен түсіріп тастайсыз. Сондықтан не істейміз деген сұрақ туындайды, Идеалы 200 рет жасауға бола ма дейді. Сол ютубтан гимнастика жасап едім, ертеңіне ауырып трубаларым дейді. Міне. Міне, бізге қатысқаныңызда рахметін айтып жатыр. Так, міне қыздар, енді аяқ ауыр қыздарға да өте қажет бұл информация. Енді мәселе неде? Енді не істей аламыз? Бізге мына қысып, ашу, пайда беру үшін бізге не істеу керек деген мәселе туындайды, Бізге не істеу керек? Мына ішпен, мына бұлшықеттерімізді бөліп басқару керек. Мә, уже 1 сағат өтіп кетті ма, не қыздар? 1 минут 52 секунд қалды дейді. Онда қазір эфирді өшіремін, сөйтсем де қайта қосам. Не істейміз, сөз айтамыз десе. Ең күшті ақпаратқа енді келдік.